Сәлем достар, бұл қысқа толқынды пеш және оның беткі пішіні трапеция тәрізді екен. Трапеция? Ол қандай пішін? Маған өте қызық болып тұр. Маған үйретіңдерші. Сабыр сақта, қазір үйренеміз. Онда трапецияның ауданын табуды бірге үйренейік. Ендеше кеттік. Біздің бүгінгі өтетін тақырыбымыз трапецияның ауданы. Ең бірінші трапеция дегеніміз не? Трапеция дегеніміз бұл екі қабырғасы параллель және қалған екі қабырғасы параллель емес болатын төртбұрышты айтамыз. Мысалы, суретте көріп тұрғандарыңдай А қабырғасы және Б қабырғасы бір-біріне параллель және оны трапецияның табандары деп атаймыз. Ал керісінше бір-біріне параллель емес қабырғаларын бұларды трапецияның бүйір жақтары деп атайтымыз. Енді келесі жалпы трапеция біздің өмірімізде өте үлкен рөл атқарады. Жалпы күнделікті біздің көріп жүрген заттарымыздың көбісі трапеция пішінді. Мысалы, өздерің көріп тұрғандай суретте лампаның түрлері деп трапеция пішінді болуы мүмкін. Сумкалар, органайзерлер, немесе подарочный сумкалар тоже трапеция пішінді болуы мүмкін. Және мына суретте көріп тұрғандарыңдай үйдің төбелері де трапеция тәрізді болуы мүмкін. Енді бізде жалпы трапецияның ауданын табуға арналған үш негізгі формуламыз бар. Ең бірінші формуламыз бұл трапецияның табандарына қатысты. Яғни егер трапецияның үлкен және кіші табандарын бір-біріне қосып, оны екіге бөлгеннен кейін шыққан мәнді биіктікке көбейтетін болсақ, біз трапецияның ауданын таба аламыз. Және оған қатысты бізге бір есеп берілген. Тең берілу трапецияның табандары 3 см және 7 см, ал биіктігі 5 см. Трапецияның ауданын табыңыз дейді. Бұл жерде өздерің көріп тұрғандай кіші табаны бізде 3 см-ге тең, яғни А қабырғасы бізде 3 см-ге тең. Ал бізде үлкен табаны, яғни Б қабырғасы бізде 7 см-ге тең, ал биіктігі бізде 5 см-ге тең екен. Енді біз аудан формуласын салатын болсақ, бізде А плюс Б бөлінген 2 көбейтілген H. Бізде А неге тең? А бізде 3-ге тең, Б 7-ге тең, бөлінген 2 көбейтілген биіктік бізде 5-ге тең. Осыдан бізде 25 см квадрат деген жауап шығады. Келесі бізде формула ол орта сызыққа қатысты. Ең бірінші бізде трапецияның орта сызығы дегеніміз не? Мысалы, трапеция берілген бізде, оның екі бүйір қабырғасын тура ортасынан бір-біріне қосатын болсақ, ол сызық бізде трапецияның орта сызығы деп аталады, және ол М әрпімен белгілейді. Оны табу үшін кіші табаны мен үлкен табаны бір-біріне қосып екіге бөлеміз. Енді формулада жай ғана бізге трапецияның ауданын табу үшін не істеу керек? Орта сызықты биіктікке көбейтсек, бізде трапецияның ауданы шығады екен. Соған қатысты бір есеп шығарып көрейік. Мысалы, трапецияның орта сызығы 12 см, биіктігі 5 см. Трапецияның ауданын табыңыз дейді. Егер осы формулаға мәндерін орын-орнына қоятын болсақ, М-нің орнында бізде орта сызық 12-ге тең, көбейтілген биіктігі 5 см-ге тең, осыдан шығатын мән бізде 60 см квадратқа тең екен. Бізде келесі формула жалпы трапецияның диагональдары және оның арасындағы бұрышқа берілген, яғни S тең 2-ден 1 көбейтілген диагональ 1 және диагональ 2 көбейтілген синус альфа бұрышы дейді. Оған қатысты есеп шығаратын болсақ, мысал қараңдар, трапецияның диагональдары 5 см және 6 см, ал арасындағы бұрыш 60 градус дейді. Трапецияның ауданын табыңыз дейді. Оны қалай табамыз? Әдеттегідей, мысалы, бізде D1 неге тең? D1 бізде 5-ге тең, D2 бізде 6-ға тең, және альфа бұрыш бізде 60 градусқа тең. Формулаға салатын болсақ, S тең 2-ден 1, көбейтілген D1 бізде 5-ге тең, көбейтілген 6, көбейтілген синус 60 градусқа тең. Енді, егерде есептейтін болсақ, 2-ден 1 көбейтілген 30, көбейтілген синустың 60 градустағы мәні бізде түбір асты 3 бөлінген 2-ге тең. Бұдан бізде мән шығады 15 түбір асты 3 бөлінген 2 см квадрат.
Енді сәл күрделірек есептерге көшейік. Мысал, бірінші есепке қарайық бәріміз. Трапецияның жоғарғы негізінің ұзындығы 9 см, төменгі негізінің ұзындығы 15 см, ауданы 72 см квадрат. Трапецияның биіктігін табыңыз дейді. Әдеттегідей біз білетін қандай формула бар? S тең А плюс Б бөлінген 2 көбейтілген H деген формула бар. Осы формула арқылы біз биіктікті табатын боламыз. Бізде ауданы 72-ге тең, және үлкен қабырғасы мен кіші табаны бізде 9 қосылған 15 бөлінген 2 көбейтілген H. Осы жерден H'ты табатын болсақ, бізде 72 бөлінген 12 шығады, және биіктігі бізде 6 сантиметрге тең екен. Келесі мысалды көрейік. Мысал 2-де бізде трапецияның орта сызығы 13 см, биіктігі 5 см. Егер трапецияның екі диагональдарының ұзындықтары сәйкесінше 10 см және 14 см болса, олардың арасындағы бұрышты табыңыз дейді. Бұл жерде бізге ең бірінші трапецияның орта сызығы мен биіктігі арқылы берілген формула бойынша ауданын тауып аламыз. Яғни бізде қандай формула еді? S тең M H деген формула, иә? М-нің орнына бізде ортасы 13 сантиметрге тең, және биіктігі 5-ге тең. Бұдан бізде шығады 65 сантиметр квадрат шығады екен. Енді келесі формула бізде диагональға қатысты қандай еді? S тең 2-ден 1 көбейтілген диагональ 1 көбейтілген диагональ 2 көбейтілген синус альфа. Біз енді ауданның орнына 65 сантиметр квадратты қоямыз, өйткені трапецияның ауданы бізде 65-ге тең, дұрыс па? 65 тең 2-ден 1 көбейтілген диагональ 1 бізге 10 сантиметр берілген, және диагональ 2 14-ге тең. Және бізде синус альфа белгісіз. Бұл жерден шығады бізде синус альфа тең 65 бөлінген 70. Ары қарай қысқартатын болсақ, бізде 13 бөлінген 14 шығады. Егерде біз тек қана альфаны табатын болсақ, альфа бізде арк синус 13 бөлінген 14-ке тең екен. Енді бізде мысал үшінші есепте тең бүйірлі трапецияның бүйір қабырғасы 5, түбірасты 2 см, ал табандары 7 см және 17 см. Трапецияның бізге диагоналін табу керек. Бұл есепті түсіну үшін біз трапецияны салып көрейік. Мысалы, бізге А, Б, С, Д трапециясы берілген, және оның бүйір қабырғасы 5, түбірасты 2 см дейді. Енді бұл жерде қарайтын болсақ, бізде BC қабырғасы неге тең? 7 см-ге тең. Егерде біз Б және С бұрыштарынан АД қабырғасына биіктік түсіретін болсақ, оларды мысалы Е және F әріптермен белгілейік. Бұл жерде бізде АД қабырғасына EF қабырғасы бізде BC-ға тең, яғни BC тең EF-ға тең. Олар қанша сантиметр болады? 7 сантиметр болады. 7 сантиметр. Және бізде AE және FD бір-біріне тең. Яғни 17-ден біз 7-ні алып тастайтын болсақ, EF қабырғасын бізде AE және FD қабырғасының қосындысы шығады, дұрыс па? Ол бізде 10 сантиметр, 12-ке бөлетін болсақ, бізде AE тең FD-ға, ол бізде 5 сантиметрге тең екен. 5 және 5. Енді осы жерден біз үшбұрышты, яғни А, Б, Е. А, Б, Е үшбұрышын жеке қарастыратын боламыз. Бұл жерде бізге А, Б 5 түбірасты 2-ге тең, және А, Е 5-ге тең. Осы жерден біз Б, Е қабырғасын Пифагор теоремасы арқылы табатын болсақ, 5 түбірасты 2-нің квадраты азайтылған 5-тің квадраты. Бізде Б, Е қабырғасы 5 сантиметр шығады екен. Енді керісінше біз Б-дан Д қабырғасына біз трапецияның диагоналін жасаймыз. Осы жерден егер біз қайтадан Е, Б, Д үшбұрышын алатын болсақ, бізде Б, Е 5-ге тең, Еді 7-ге 5 сантиметр болсақ, 12-ге тең. Қайтадан Пифагор теоремасына салып, Б-ді біз табатын болсақ, қанша болады? 5-тің квадраты қосылған 12-нің квадраты. Тең бізде 13 сантиметрге тең. Яғни бізде диагоналі 13 сантиметрге
тең екен. Енді балалар, сендерге үйге кішігірім тапсырмалар, ойлан тап тапсырмалары. Яғни бұл жерде қандай есептер берілген? Бірінші есеп, екі трапецияның пішіндері әртүрлі болса да, олардың аудандар бірдей болуы мүмкін бе? Өз жауабыңды түсіндір. Келесі, егер трапецияның бір табанын қысқартып, екінші табан ұзартсақ, ал биіктігі өзгермей қалса, трапецияның ауданы өзгермей қала ала ма? Үшінші сұрақ, тең бүйірлі трапецияда бүйір қабырғасы биіктікпен 90 градус бұрыш жасаса, аудан формуласы қалай өзгереді? Осымен біздің сабағымыз аяқталды. Назарларыңызға рахмет.